Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қазір Қазақстан бойынша ауыр вирус жүріп жатыр. Балалар арасында температураның 39-40-қа дейін көтерілуі болып жатыр. Не істейміз? Баланың температурасын қалай түсіреміз, қалай емдейміз? Қазір каналыма жазыл, мен сіздерге айтып өтем. Бірінші, үйді желдетіп, баланы шешіндіріп, жұқа киіндіресіз. Сосын физикалық әдістермен баланың температурасын төмендетуге тырысу керек. Денесін 35-36 градустағы сумен кішкене, яғни салқындатып шығып, маңдайына, яғни суылатылған шүберек қоюға болады. Егер бұл көмектеспейтін болса, бірінші кезде салмағына байланысты парацетамол береміз. Егер осыдан 1 сағаттан кейін қайтадан көтерілетін болса, парацетамол бермейміз, ибупрофен береміз. Сосын парацетамол бергеніңізден 4 сағат өткеннен кейін қайтадан парацетамол беруге болады. Бұл вирусты инфекция болғандықтан, бұл антибиотикпен емделмейді, естеріңізде болсын. Яғни вирусқа қарсы препараттармен емделеді. Бірақ баланың иммунитеті жақсы болса, тек қана симптомды терапия жүргізуге болады, температурасын түсіріп. Сонымен қатар балаға көп мөлшерде су беруді ұмытпаңыз. Яғни морс, тәтті емес, яғни үйде жасалған табиғи сусындар беруге болады. Сорпа жасап беріңіз, көбірек көкөністермен қосып, иммунитетін көтеру үшін. Және яғни бөлмені желдетуді ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.